Өздік индукция электрон қозғаушы күшінің формуласы. Бұны жаттау керек енді мына формула. Д жауабы дұрыс болады. Е тең минус L дельта I бөлу дельта Т. Енді жалпы тақырып не туралы десек, электрон қозғаушы күш ХБЖ-сы вольт. Яғни бұл розетка. Розеткадан бізге ток келеді. Сол ток бізде мысалы телефонымыз зарядтайды. Сол ток келе жатқан кезде оң қол ережесі бойынша келе жатқан токтың бойында бізде магнит өрісі болады. Сол магнит өрісінің жаңағы бізде магнит өрісін жаңағы магнит энергиясын сақтайтын құрылғы шарығы, катушка, соның шамасын индуктивтілік, мынау L ХБЖ-сы Генри. Осы индуктивтілік сипаттайды. Ток күші бізде ампер, Т уақыт. Сонда міне осы бір байланысты көрсетеді. Енді мағынасын айтқанымен бұл форманы жаттау керек. Сонымен қатар бізде теория база жасап жатырмыз. Қай кітаптың қай жерінде жазылғандығына тоқталып жатырмыз осы теория бойынша. Бұл деген бізде физикадан 10-шы сыныптың кітабында, онда болу керек. Енді 10-шы сыныптың бірінші бөлімін ашайық, қазір мазмұнынан қарайық. Бізде молекулалық физика, механика, электродинамика екінші бөлімдегі міне екінші бөлімін ашамыз. 10-шы сыныптың кітабы. Бұл да Кронгурт екен, фамилиясы. Автор. Сонымен бізде осы ғой. Электр заряды толығымен қарастырады осы жерде. Так, электромагнит индукция, бізде Ленц ережесі, міне өздік индукция құбылысы, міне 180-ші бетті ашатын болсақ, өздік индукция құбылысы, міне формуласы жазылып тұр. Индуктивтілік, жаңағы қысқаша айтқан нәрсе мұнда толығырақ жазылып тұрады. Мінекей ЭКК, ток көзі, ток өтеді мына жерде, мынау кілт осы. Сонда бұл жерде жаңағы магнит өрісі оң қол ережесі бойынша жұмыс жасайтын. Мінекей тура осы формула жаттау керекпіз. Демек, мына тақырыпты біз теория базамызға қосамыз. Осы тақырыпты оқу керек. 78-ші тарау. Сонымен ол былай болады ғой, мынау сақталып тұрады. Және мен бұны басқаша сақтаймын деймін да, теория базаға сақтаймын. Сонымен бізде 10-шы сынып бірінші бөлім, мінекей біз Кронгурт деп жазып бастағанбыз. Нешінші тарау бізде? 78-ші тарау. Және бірінші бөлім емес, екінші бөлім. 10-шы сынып екінші бөлім. Қазір екінші бөлімнен қазір ештеңе жоқ. Сонымен Кронгурт екінші бөлім 78-ші тарау. Бізде тақырып бізде өздік индукция. Міне мында жазып қоямын. Өздік индукция. Міне бір сұрақ келді теорияға. Теория база, қайталап айтамыз. Бұл өте маңызды жұмыс. Мысалы, теория базада, рейтингта бірінші орында бізде қазірше не келе жатыр? Міне 3 сұрақ келген ұбт-ға. 11-ші сыныптың бірінші бөліміндегі 25-ші тарауды оқыңдар, өйткені міне 3 түрлі сұрақ келді. Және біз бұны дамыта береміз, жалпы қызық болады. Ал қазір мына форманы жаттаңдар, және мына тарауды бір оқып шығыңдар. 78-ші тарау. Әлі талай сұрақтар келеді бұған байланысты.